Уылжып пісіпті, солай емес пе анашым? Өте дәмді болды балам. Қанекей, бұған не қоссақ екен, не қоссам болады екен. Қорапшада балық майы мен көгерген 40 қабат бар екен. Қыздар, қайтадан ақылдасайық. Бәрі дайын. Саған! Міне! Көрдіңдер ме? Міне қараңдар! Біз енді ұшаламыз! Тамшыдан теңіз пайда болады. Ағаш жоңқалары қосылған сұлу ботқасы, кішкене тышқанның қиы мен картоп қосам, сосын сәбіз? Жоқ. Әй, балақай, қайда ұшып кеттің? Қыздар, байқатпай қашып кетейік. Ештеңе етмейді, жеуге жарамды ғой. Қарақтарым-ау, қайда барасыңдар, бұларың не? Ай, бітпеңіздер, мына қапты тордың үстіне қоя салайыншы. Рахмет. Ал енді не істесек екен? Не деген ғажап көрініс. Көк аспанда қыран құстай қалықтап самғау. Ал сен үшін бұл үйреншікті жағдай ғой. Ұшқанда тепе-теңдікті қалай сақтайды? Оның түк қиындығы жоқ. Солға, сосын оңға тіке ұша бересің. Бұл не сонда? Сен не, қорқып тұрсың ба? Қорқу? Не бұйырасыз, капитан? Мәссаған, мен ұшып келе жатырмын ба? Мен ұшып келемін! Байқаңдар, жігіттер! Бұның несі күлкілі? Мұныңнан түк те шықпайды. Аяғыңды түк ұстауың керек. Ғаламат! Ал қуып жетіңіз мені? Ал қане? Құп болады, капитан! Ұшып жүр ғой! Мен ұшуды үйрендім! Жарайсың! Білесіңдер ме? Қуанышым қойныма сыймай тұр. Ал ұзамай сиқырлы тозаң бүкіл кеменің бетін жапқанда біздің кемеде көкте қалықтайтын болады. Қолымызда сиқырлы тозаң бар да, біз еш кедергісіз ұша аламыз. Солай емес пе, Зарина? Әлбетте, Джеймс. Ендеше, бұдан бұлай сен бізге керек емессің.